Әлім ауған жақтың атырабы, жұмбағын ішке бөгіп жатыр әні. Тау тасы өзен көлі биік шатқал күйіп жатқан. Шатқалдан ысқырық оқ атылады. Интернационалдық әскери жіберден береміз деді. Осылайша 1979 жылды 27 желтоқсанда КСР әскерлері Ауғанстан шекарасынан өтіп, онда 1989 жылдың 15 ақпанына дейін соғыс қимылдарын жүргізді. ақш штабы болса жергілікті билікке қарсы саяси күштерді қолдап қаруландырып отырды. 10 жылға созылған бұл соғысқа КСР мемлекетінің әскери құрамында болған талай жас жігіттер қатысты. Көптеген жас өмірлер қыршыннан қиылды. Олар интернационалдық бұқышын қорғауға бардық деп сенді. Жан аямай соғысты. Талай рет өліммен бетпе-бет кездесті. От пен оқтың арасында көпсіз ерліктер жасады. Ауған соғысына Қазақстанның 22 мың адам қатысып, олардың 761 орыс даласында қаза тапты. 20 адам хабар ошарсыз кетті. Түрлі жарақат алған ардагер саны күн санап азайып барады. Түскен жары жансыздатып жатыр әлі. Бомбаның естілмесін жарылғаны қалай